Сырбай Мәуленов атындағы гимназияның кітапханасы ұсынады. Бір ел, бір кітап республикалық акциясы аясында 2021 жылы оқылатын жыл кітаптары анықталды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітаптың тізімі ұсынылып отыр. Поэзия. Мұқағали Мақатаев, Өмір дастан. Жұмекен Нәжімеденов, Менің Қазақстаным. Ұлықбек Есдәулет, Кейіс кітап. Серік Ақсұңқарұлы, Көкейімде күлтегіннің жазуы. Тоқтарәлі Таңжарық, Тін парақтары. Бақытжан Қанапиянов, Достояние души. Проза. Тынымбай Нұрмағамбетов, Періштелердің өлімі. Тобық Жармағамбетов, Отамалы. Сәуле Досжан, Қасірет пен тағдыр. Юрий Серебрянский. Дәмді де қазақстандық әдебиет. Дәурен Қуат, Бөрі соқпақ. Тұрысбек Сәукетай, Жел қайық. Драматургия. Рақымжан Отарбаев, Айна ғұмыр, пьесалар жинағы. Дулат Исабеков, Жеті желкен. Мәдина Омарова, Көмбе нанның дәмі. Иран Ғайып, Қорқыттың көрі. Думан Рамазан, Пешене, пьесалар жинағы. Сая Қасымбек, Жан талас. Балалар әдебиеті. Ыбырай Алтынсарин, Өнер білім бар жұрттар. Бердібек Соқпақбаев, Жекпе-жек. Марат Қабанбаев, Жихангез Тити. Толымбек Әбдірайым, Алабұға аулаған күн. Зира Наурызбаева, Лилия Калаус, Алтын тостағанды іздеу. Мәди Айымбетов, бар болғаны 14 жас. Аударма. Юсупов Кеңес, Габриэль Гарсия Маркес, 100 жылдық жалғыздық. Әдетов Бекболат, Эрих Мария Ремарк, Аманат өмір. Ахметов Әділ, Агата Кристи, Ғайып болған миллион. Меллот Төлеген, Халид Хусейн, Жарқыраған мүмкін. Мәзен Динара, Роулинг, Харри Поттер мен жасырын бөлме. Құрметұлы Амангелді, Орхан Памук, Менің атым қырмызы. Құрметті білім алушылар, сіздерді осы 30 кітапты оқуға шақырамыз.